осылайша Кендебай мұрат мақсатына жеткен екен. Отыра ғой, ойлажан. Балалар, ертегі сендерге ұнады ма? Ұнады. Осы ертегіге байланысты сұрақтарың болса, қоя беріңдер. Менің бір сұрағым бар. Айтыңызшы, ертегіде Кендебайдың қылышын 6 құлаш деп жазады. 6 құлаш дегеніңіз 6 метр емес пе? Сонда соншама үлкен қылышты Кендебай беліне байлап сүйретіп жүрген бе? Али, сұрағың орынды. Бірақ ертегіде бәрі де мүмкін. Қиял ғажайыптардан тұратын әлемде ештеңеге таңдануға болмайды. Ертегінің аты ертегі. Менің де түсінбеген сұрағым бар. Жоғалған құлындар туралы. Аралға барғанда ұрланған 8 құлын уақыт өте сол құлыншақ күйінде қалғандары қалай? Мысалға, өмірде құлын келесі жылы тайға айналады, сонан соң дөнен, құнан, бесті, ат болады емес пе? Болады, сенің де айтқандарыңа таласым жоқ. Оның себебін тек ертегіге барып Кендебайдан сұрау қажет. Ал ондай мүмкіндік бізде жоқ екенін жақсы білесіңдер. Сұрақтарымыз жауапсыз қалды. Біз қайткенде де шындықтың түбіне жетуіміз керек. Әйтпесе, мен бүгін ұйықтай алмаймын. 8 жыл өтсе де өспейтін ол қандай құлындар? Кендебай болса сағат сайын өседі. Құлындар жылдап өспейді. Түк түсінсем бұйырмасын. Жарайды, балалар. Бас қатырып жатпай, ертегілер еліне аттанайық. Топ-тура Кендебайдың үйіне. Жаңа апай айтты емес пе? Ал ондай мүмкіндік бізде бар. Сиқырлы жүзік? Дәл солай. Қане, достар, дайынбыз ғой? Дайынбыз. Дайынбыз. 1, 2, 3. Ертегілер еліне бізді алып түс. Ей, қане балалар, бұлай тұрыңдар. Қайда кетіп қалды мыналар, а? Өңім бе, әлде түсім бе? Ассалаумағалейкум, Кендебай аға. Саламатсыз ба? Амансыз ба? Аманбыз. Келіндер балалар, төрлетіңдер. Қай шаһардан келесіңдер? Кендебай аға, біз ертегілер еліне өзге заманнан келдік. Мүлде басқа елден. Өзге заманнан? Ертегілер елінен басқа жаққа аттап баспаппын. Естімеген елде көп деген осау, ә? Ал, келген шаруаларыңды айта отырыңдар. Айтсақ, бізге сіз туралы ертегі қатты ұнайды. Бірақ оқып отырғанда бір түсініксіз сұрақтар туындайды екен. Соны өзіңізден сұрап білсек деп едік. Ол қандай сұрақтар? Мысалы, ертегіде сіздің қылышыңызды 6 құлаш деп суреттейді. Ал егер ол рас болатын болса, сізде өте алып денелі дәу болар едіңіз ғой. Балалар, менің қылышым өзіме лайықты. Ұстауға ыңғайлы етіп жасалған. Ауыл ұстасы менің болат қылышымды отпен суға әбден шыңдап суытуға қойған кезде бір суыр келіп құлаштап өлшеген ғой. Содан Кендебайдың қылышы 6 құлаш екен деп бүкіл елге жайып салған. Ал суырдың құлашы қай бір дейсің? Ертегіде сол суырдың өлшемімен кетіп қалған. Енді түсіндіңдер ме? Сіздің семсеріңізді ұшқан өлшемегеніне шүкір. Әйтпесе 30 құлаш екен дермеді. Менің де сізге бір сұрағым бар еді. Айта ғой балақай. Сіз құлындарды іздеп аралға барған кезде, аралда 8 жыл өтсе де олар өспеген бе? Құлыншақтардың 4-5-еуі тұлпар ат болатындай уақыт өтті емес пе? Баламысың деген. Ертегілер елінде уақыт өлшемі де өзгеше сипатта өрбейді. Мен барған аралда уақыт деген мүлдем тоқтап қалған. Яғни, сол аралда тұрған адамдар қартаймайды. Ол жерде өмір суатты, шипалы бұлақ ағады. Құлындар сол бұлақтан күнде су ішіп жүрген. Енді түсіндіңдер ме? Түсінікті. Ал сенші, сары қыз, не айтайын деп келдің? Мен сіздің
ерлік істеріңізге таң қалдым. Бірақ анау жеті басты дәуді де інінде жасырынып тыныш қана жатқан арыстанды да жер жастандырдыңыз. Олар сізге ештеңе істеген жоқ қой, ал сіз оларды аямадыңыз. Ой, қой жылама қызым, жылама. Сен мені батыр емес, қатыгез жауыз етіп көрген екенсің ғой. Анау жеті басты дәудию талай елді қан қақсатқан жалмауыздың нағыз өзі. Ең жаманы ол өздерің сияқты кішкентай балалармен қоректенетін еді. Ал, жаңа сен аяп отырған момын арыстаның ауыл малдарына шауып, жылқыларын шайратып, сиырларын шайпап кетіп жүрген қандауыз жыртқыш болатын. Мен олардың көзін жойғанда, бүкіл ел қуанып, той жасаған еді. Сондықтан сен жылама қызым, жүрегіндегі мейірімің жоғалмасын. Ал ертегідегі сұлу қыз қайда? Ол сұлу қазір сендерге бауырсақ пен шай береді. Бәйбіше? Ал біз бақытты өмір сүріп, мұрат мақсатымызға жеттік. Мәне осылай.